осы дін туралы ештеңе айтпай ақ қойшы деймін. Мына кейбір уағызшылар, сіздер прямойға кіріп уағыз айтпаңыздар. Әр атеистпен қырылып, Алланың бар екенін дәлелдеп, Алла бар ғой, бар екенін дәлелдеп қойған ғой. Құранның бары рас, пайғамбардың бары рас. Сіздер сахаба емессіздер ғой, дұрыс па? Барлық нәрсені дәлелдейтін. Сіздердің қай уақытта су ішіп, қай уақытта сиетіндеріңізге дейін Алла дәлелдеп қойған ғой, болды ғой. Мына дін еріккеннің ермек емес қой, әрқайсыңыз бір шығып уағыз айтып бытшын шығардыңыздар ғой. Телефон ұстап аласыздар да, мен ананы дәлелдеп айтуым керек. Не айтқым келіп тұр? Алла бәрін дәлелдеп қойған ғой. Мен анаға жауап бергім келеді дейді. Мыналар неге уағыз айтатындар, неге подкастқа келесіңдер сендер? Мына қара халық, діннен хабар жоқ адам қай хабарын білмей қалып отыр ғой, білесіңдер ме оны? Дін еріккеннің ермек емес қой, әрқайсың 5 күн уағыз жаттап алып айта беретін. Бұның дұрыс емес екен, діннің бұзылып бара жатқанын КамАЗ айдап жүріп мен біліп тұрмын ғой. Мынаны бас муфти срочно қолға алыңыздар мынаны. Мынау болмайды мынау. КамАЗ айдап жүріп мен айтуым керек па? Өздеріңіз біліп істемейсіздер ме? 5 сақал қойып аласыздар да аны болмайтын әңгімені айтасыңдар прямойға кіріп. Ұят емес пе ана келе жатқан ұрпақтан? Дінді дұрыстап жеткізіңіздер, болмайтын нәрсені жеткізбей. Алла сабырлы адамды жақсы көрем деген ғой, сабырлы болмайсыздар ма кішкене? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті ағайын туған бауырлар. Мынау қазіргі таңда мүшриктердің, атеистердің, мұсылмандардың сөз таласы болып жатыр ғой. Жалпы бұл құбылыс қиямет күнге шейін бола беретін жағдай екен ғой. Мынау енді атеист деп, бұл Құдайға мүлдем сенбейтін адамды айтамыз. Мүшрик деп, Алла деп тұрып, оған өзгені серік қосатын, теңдес қосатын адамды айтамыз Алла тағалаға. Және де мұсылман деп, бір Аллаға ғана сенетін, бір Алла тағалаға ғана ғибадат құлшылық ететін, жаңа 5 парызы түгел адамды айтамыз да. Жалпы енді мынау бұрындағы осындай атеистер мен мұсылмандардың сөз таласы болған екен. Соның бірі мынау енді имам Ағзам Абу Ханифа. 4 мазхаб бар, жол бар. Соның ең үлкені осы имам Ағзам Абу Ханифа деген кісі салып кеткен жол. Ол кісі ғұлама, ғалым кісі болған. Жастайынан білімге құштар болып, білім алып, сол білімін мұсылмандарға әр кезде үйретіп, сол ғұлама, ғалым болып, осы имам Ағзам Абу Ханифа жолын, мазхабын салып кеткен кісі. Сол кісі Куфа қаласында бір дінсізбен сөзге келеді ғой. Жалпы мынау бір дінсіз кісі Куфа қаласына келіп, мұсылмандарға айтады ғой, сендердің ғалымдарың бар ма, ғұламаларың бар ма, менімен сөз таластырасын дейді. Сонда Куфа қаласының тұрғылықты халқы, біздің жас ғалымымыз бар дейді. Ол кезде Абу Ханифа, Аллах ол кісіден разы болсын, жас кезінен білім алып, біліммен сусындап жүрген кез екен ғой. Сонда айтады, біздің жас ғалымымызды жеңсең, сен үлкен ғалымдарға шығасың дейді. Сөйтіп келісіп, мұсылмандармен айтқан орынды белгілеп, орталыққа, сөйтіп жаңағы дінсіз келіп, айтқан уақытында төрге отырып, халық жиналып, айтқан уақытынан 10-15 минут жаңағы Абу Ханифа келмейді да кешігеді. Сонда жаңағы дінсіз тұрып, тәкаппарлана бастайды екен. Сендердің жас ғалымдарың қайда? Менен қорқыты ма? Неге кешігіп жатыр? Болмаса маған үлкен ғалымдарыңды алып келіңдер дейді ғой. Содан жаңағы 15 минут өткен соң жаңағы имам Ағзам Абу Ханифа есіктен кіріп келеді екен. Сонда жаңағы дінсіз тұрып айтады екен, сен менен қорықтың ба, қайда жүрсің кешігіп деп. Сонда имам Ағзам Абу Ханифа, Аллах ол кісіден разы болсын, айтады екен, жоқ, мен сізден қорыққаным жоқ, мен кешіккен себебімді айтайын дейді. Менің үйім дейді, өзеннің арғы шетінде еді дейді. Осында келе жатқанда көпірден өтейін десем дейді, көпір қирап қапты дейді, өтетін көпірім. Содан не істерімді білмей тұрсам дейді, бір тал өсіп тұр екен дейді, ағаш. Сол талға қайық бол деп айттым дейді. Сол тал қайық бола қалды дейді. Сол қайыққа мініп өзеннен өтіп келгенімше осынша уақыт өтті. Мен кешіккен себебім сол дейді. Сонда дінсіз тұрып айтады, сен мына жерде бәрімізді ақымақ қылып тұрсың ғой. Сен бір тал ағаш өсіп тұрған ағашқа қайық бол десең, ол қалай қайық бола қалады? Ол ағашты ұста кеспей ма, оны кептірмей ма, оны жонбай ма, сөйтіп қайық жасайды ғой. Әшейін өсіп тұрған тал ағаш, оған қайық бол десең, қалай қайық бола қалады? Сен ақылға сыймайтын нәрсені айтып тұрсың дейді да. Сонда Абу Ханифа, Аллах ол кісіден разы болсын, айтады, сен өзің ақымақсың дейді.
Сен бір ағаштың дейді, талдың дейді, өзінен өзі қайық болғанына сенбей тұрсың дейді. Ал бүкіл әлем өзінен өзі жаратылып қалды дегенге қалай сеніп тұрсың дейді. Жаратылған нәрсенің жаратушысы болады дейді. Сол сияқты мынау әлемді жаратқан Алла тағала бар дейді. Иә, жасалған нәрсенің жасаушысы болатын сияқты ағашты сен өзің айтып тұрсың. Ұста оны кеседі, оны жонады, оны кептіреді, сөйтіп қайық жасайды деген сияқты жасалған нәрсенің жасаушысы болған сияқты жаратылған нәрсенің жаратушысы болады дейді. Бүкіл әлемнің жаратушысы Алла тағала дейді. Сонда дінсіз тұрып айтады, сен мені бірінші рет сөзден ұстадың дейді. Маған екінші дейді, Алла тағаланы көрсетші дейді. Сонда Абу Ханифа, Аллах о кісіден разы болсын, саспастан шыныдағы сүтті алдырады. Дінсізге айтады, мынау не дейді? Сүт дейді. Ал сүттен дейді, ірімшік, қаймақ, құрт, май деген шыға ма дейді? Иә, шығады дейді. Бірақ сен соны қазір сүттің бетінен көріп тұрсың ба дейді? Жоқ дейді. Сонда дінсіз айтады, оны жасау үшін ол сүтті пісірмей ма, оны ұйытпай ма, оны піспей ма май қылу үшін, оны тартпай ма қаймақ қылу үшін деген сияқты айтады. Міне дейді, солай дейді. Абу Ханифа, Аллах о кісіден разы болсын. Сол сияқты біз Алла тағаланы жаратылған нәрселеріне қарап танимыз дейді. Қасиетті Құранда біздерге қалай жаратылғаны, адамның қалай, неден, қай кезде, қандай нәрселермен жаратқан нәрсесін айтып отыр дейді. Сол арқылы біз Раббымызды танимыз дейді. Сонда дінсіз тұрып айтады, мені тағы да екінші рет сөзден ұстадың дейді. Маған дейді, енді үшінші рет дейді. Сол Алла тағаланы көрсетші қазір дейді. Дәл қазір не істеп жатыр, Алла тағаланы көрсетші дейді. Сонда Абу Ханифа, Аллах о кісіден разы болсын, саспастан, олай болса бері келіп кетіңізші дейді. Орныңыздан түсіп менің жәніме дейді. Төрде отырған дінсіз имам Ағзам Абу Ханифаның жәніне барады. Сонда имам Ағзам Абу Ханифа орнынан тұрып, жаңағы төрге барып отырады. Сөйтеді айтады, дәл қазір дейді, Алла тағала дейді, сен сияқты ақмақтарды жерге түсіріп, мен сияқты ақылды құлдарын жоғары шығарып деген екен. Сонда жаңағы дінсіз тұрып, Ла илаха илалла Мұхаммад Расуллах деп сөзден жеңілгенін мойындап, Алла тағалаға иман келтірген екен. Иә, құрметті ағайындар, Алла тағаланың құдіреті шексіз, дінде зорлық жоқ. Жалпы, қаласаң иман келтіресің, қаламасаң иман келтірмейсің. Сондықтан бабаларымыз айтады, Алла берді екі жол, біреуі онда, біреуі сол. Ойланыңдар, бауырлар, дүние қысқа, ақырет мол дейді. Сенің иман келтіргенінен, сенің ғибадат құлшылық еткеніне Алла ешқашан мұқтаж емес. Алла қашын сынап жатыр. Сол сынақтан аман есен өтуімізді, иман келтіріп бір Аллаға ғана серік қоспай, таза мұсылман болуымызды Аллах нәсіп етсін ағайын.